қаласы номер 28 орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Кадиралиева Дильназ. Ескерткіш ел мұрасы республикалық онлайн байқауының туған өлке, туған тарих номинациясы бойынша Ақтөбе қаласындағы Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың мемориалды музейіне шол жасаймыз. Әлия Молдағұлова 1925 жылы 15 маусымда Ақтөбе қаласы Қобда ауданының Бұлақ ауылында Нұрхамет Сарқұлов пен Молдағұлова Маржанның отбасында дүниеге келген. Жеті ру тайпасы табын руынан шыққан. 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болып, әкесі 2 баламен жалғыз қалады. Бұл кезең өте қиын болатын және әйелінен айырылған Нұрхамет қызын әжесінің тәрбиесіне беруге мәжбүр болды. Шығыстың шынары Әлия Молдағұлова Ленинградты өте қатты жақсы көрген. Ұстаздары мен дос қыздары оны өте білімді, ұқыпты әрі тазалыққа жақсы деп естеріне алады. 6-7 сыныпта Әлия Молдағұлова сыныптың старостасы атанады. Мектепті үздік аяқтап, оны лагерге жібереді. Соғыс басталған соң, балалар үймен бірге Ярослав облысының Вятское селосына эвакуацияланған. Вятское орта мектебінен 7 сыныпты бітірісімен Рыбинск авиациялық техникумына түседі. Бірақ көп ұзамай майданға жіберу туралы өтініш жібереді. 1942 жылы Әлия Молдағұлова майданға аттанып, майдангер мектебін үздік бітіреді. Ал 1943 жылы 54-ші атқыштар бригадасы 4-ші батальонның снайпері атанады. Ол алғашқы жауынгерлік тапсырмаларын Ленинград майданында 1943 жылдың шілде айында орындады. Алғы шепке сұранған ол қасында 3 майдандас қыздарымен бейтарап зонадан өтіп, 2 зеңгердей немісті тұтқындаған. Қазақ қызы Әлия Молдағұлова 2-ші дүниежүзілік соғыстың атамызға айналған батыр атанды. Соғыс барысында 80-ге жуық фашистің көзін жойды. 19 жасында ерлікпен қаза тапқан Әлия Молдағұловаға Кеңес одағының батыры жұлдыз атағы берілді. Әлиядай апамыз, бауыржандай атамыз, фашистерден отанды, қорғап батыр атанды. Бұл ержүрек қыз 19 жас жасаса да, өзінің ержүректілігімен, батырлығымен халық есінде мәңгі сақталды.